Мен Жасқыран балалар аула клубының меңгерушісі Жанадилова Венера Сапарғали-қызы қазақтың көрнекті ақыны Жұбан Молдағалиевтің 100 жыл толуына орай «Мен қазақпын» атты ақынның өлең жырларын жатқа оқу челленджін Достық балалар аула клубының меңгерушісі Байдәулетова Бибигүл Болатқызынан қабылдап алып, жас шебер балалар аула клубының меңгерушісі Қанағат Жанболатұлына жолдаймын. Жұбан Молдағалиев, ана сөзі. Дүбірлетіп дауылдай, долы майдан даласын, азат етті әскерлер бір Беларусь қаласын. Қалаға кірді жас қазақ, алғылардың бірі боп, алдарынан сол кезде әлде қандай шықты топ. Қатын бала, кемпір шал, сүрініп, құлап, қабынып, қарсы алды ерлерді сарғайып күткен сағыны. Алба-жұлба бір кемпір, басса да әзер аяғын, бойына қуат біткендей лақтырып тастап таяғын, әлгі қазақ жігітке кере ашып құшағын, келші, ұлым, күткенін мейірлене құшайын, деп құшақтап солдатты, құшарлана бетінен, сүйді аңсап сағынған шын аналық ниетінен. Күткенім, ұлым, жүрегім, мұнша неге кешіктің? Қорлық көріп сен жоқта, есітпесті, есіттім. Жұрттан шыққан зұлымды, жібермесін көз жасым, тұсау боп оны шырмасын, өзі жұлған ақ шашым. Әрбір талы арқам бол, мойынна байлансын, әрбір бұта алдында дар ағашқа айналсын. Құртыңдар жауды, ұланым, осы менің тілегім, өзіңнің туған анаңдай тілекшің болып жүремін. Жолың болсын қарағым, бар, кешікпе, уақыттар, сендерді күтіп отырған мыңдаған алда ана бар.